Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге керемет чак-чак пісіріп көрсетемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен чак-чактың қамырын жасаймыз. Міндетті түрде жұмыртқаны морозильникке қатырып аламыз. Жұмыртқаны араластырып, жұмыртқаға шекер мен тұзымызды саламыз. Оны араластырамыз. Ас содасы мен уксусты кайыстетіп, оны да саламыз. Сұйық майды құямыз. Барлығын араластырып, ұнымызды саламыз. Жақсылап қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Демалған қамырымызды еттің қамыры етіп жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 1-3 мм етіп жаямыз. Тым жұқа емес, тым қалың емес. Тым жұқа болып кетсе, майдаланып кетеді. Тым қалың болып кетсе де болмайды. Енді осы қамырды ортасынан кесіп, бөліп аламыз. Соломка қылып турап аламыз. Тым ірі болмауы керек. Алдын ала майды қыздырып қоямыз. Мінекей қамырымыз дайын. Енді қызып тұрған майға чак-чагымызды пісіреміз. Майды өте қыздыруға болмайды, және майда ұзақ тұрып қалуға да болмайды. Алтын түсте бауырсақ сияқты пісіріп аламыз. Неге пісіріп алдық барлығын. Енді бал мен шекерді қосып сироп жасаймыз. Табиғи бал болуы шарт емес. Отқа қойып, бал мен шекерді араластырып, сироп жасап аламыз. Мінекей сиропымыз дайын. Осы кезде алдын ала жылдам сироп қатып қалмас үшін қимылдаймыз. Пісіп дайындалып тұрған чак-чактың үстіне сиропты барлық жеріне жеткізіп құйып шығамыз. Чак-чакты араластырып, ыдысымызды алдын ала дайындап қойғанымыз үшін сол ыдысқа чак-чакты салып, 2-3 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Мінекей чак-чагымыз мұздатқыштан алынды. Арасын кесілген көрсетейін. Жеген кезде хрустящий, ауызға ериді. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркеліп,